Всем доброго времени суток, с вами я, Тарих Агаев, ADVS. Бүгін біз міне Outlast, осындай страшилка ойынды ойнайын деп жатырмыз. Иә, қазақша версия, қазақша эмоция, в общем, барлығы қазақша ғой. Яғни шымкентский ғой, короче. До этого надо, короче, бір жақсылап бір горелламды ішіп алайын. Ай, бля. Все, бастаймыз. Мына ойынды, короче, көп адам маған, типа, советовать етті, что ойбай, шеше ойнай алмайсың, жаман қиын ойын, ойнасаң көтіңе түсіп, бұтыңа түсіп қоясың деп. Мен айтам да, мен роднойлар деймін да, мен Шымкенттің дворында өскен баламын деймін да, мен көшесінде өскен бала, сендер какой-то Outlastпен мені өйтіп қорқытпай ақ қойыңдар деп адым да мен. Шеше какой-то ойынмен ше, тем более мен күреске қатысқам атақны, көп уақыт көріп тұрсыңдар ма? Все, давайте, новая игра. Сложность дегенде, типа, можно кошмарная дегенде ақ ойнай беретін ем, высокая да ойнай беретін ем. Мен бірақ не дегенмен бастай берейік, нормальный жігіттер, нормальныймен ойнаймыз ғой. Высокая деген бойым ұзын емес мен. Кошмар деген нәрсе ол сендердің бывшийларыңа арналған. Давай. Продолжить. Нам дауысының өзі бір сюжет игры, что за сюжет? О, шеше, машинамен кетіп барады ма? Что за машина мынау? Пресса ғой? По идее, мен журналистпін, не бұл жерде? Алпыспен кетіп баратырмыз. Ма, что за жуткий жер? Бұл да шеше қорқпайды екен да, бір өзі бар ма адам осындай жерге? Қасына бір жол аспаласына... Mountain массив асылым дейді ғой. Асылым? Асылым, ғашығым қайда жүрсің? Так. Обстановка накаляется. Что происходит вообще? Машинаны өшірді. Жан-жағына қарады. Чё это? Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я 2 недели проводил консультацию о программное обеспечение. Исследования меня заставили подойти к чувству. Короче, ну и хрен с ним. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю, не верю в половину виденного. Местные доктора говорят, что это... Чё, блядь, люди должны об этом узнать? Я должен раскрыть секрет, да, получается? Мына жақта пиздец бір бәле болып жатыр. Окей, түсіндім. Камерамды алайын, шеше главное, я? Блядь. Мобилографсың ғой, короче. О, шеше. Сонда үстіп жүрем ба мен қазір? Алдынан біреу шықса, бір қолмен төбелесем ба? Блядь, жеги, короче, бар ғой бұл. Нелогично, негізі, нелогично. Біреузі келгені нелогично. Нелогично, что он вообще один пришел. Список задач обновлен в вашем блокноте. Клавиша Tab содержит заметки N. Ёбаный в рот, кеттік па? Так, охранник қайда? Охранник жоқ дейсің ғой, шешесі темекшіге деп жүр ғой. Блядь, но не... Все. Секір мына жерден. Блядь, на үйге біреузі келе ма адам? Чтобы быстро открыть дверь, нажмите левая кнопка мишка. Все, понял. Чтобы поднять камеру, нажмите правая кнопка мишка. О. Толстый ход. Заметка о событии добавления в вашем блокнот.
Бля, шище. Ну что за грузовик-то? Чтобы бежать, удерживайте left shift. А, все. Кремба мняқтан? Мына есікті жабық. А есікке ме барамыз? Бұл байқұс шашап алды ғой. Мына өлейінді да... Ёба. Камера. Активация ночного видения F. Шешең, мына мен қалай жүрем мен бұды кірмейм мен мыняқа. Так, өте салайын ба? Тоқтат. Давай, похуй. Пошел. Так. Диванда шашылған, біреу мебелдің бәрін шашып тастаған. Яқта есік тұр. Сәл тыныш жүре алмай ма бұл неғып сонша шақтарын қатты басып атыр? Так. Чё за, блядь, гостиница нахуй? Не бұл? Уйбай шешең на***! Ненің дауысы шықты? Что за паранормальное явление, блядь? Если құлағын бір құлағын жай ашық қойып ойнайшы мен. Чтобы закрыть. Не дейді? Закрыть дверь. Не, дверь закрыть, блядь. Жай жапса ёп! Біреу жүр. Так. Компьютер. Эй, жай, кім бар? Ну, ёбаный в рот, мияқта кім жүр? Тыныш. Бля, қан болады. Так. Вытяжканың ішінде жүрміз. Біреу жүр ғой аяқта. О, шешең. Қазбек жүр ғой аяқта. Түсем ба мынаяқпен? А? Ne хама? Не шықты, блядь? Ёп твою мать! Мына шешең тізеген байқұсты кім асып тастаған? Ой, бля! Мына... Тоқта, мен түсіндім. Мына яқта да біреу асылып тұр, блядь! Ой, ёбаный в рот, мына сөйлеп атыр. Они перебили нас. Чего? Убрат из голос песни, да, бляша. Вычислили. Варианты. Потом? С ними нельзя бороться. Да ну нахуй. Прячьтесь. Куда прячься? Главные ворота можно открыть из диспетчерской службы Да пошел ты нахуй. безопасности. Ты все, да? Убирайтесь Откинулся? нахрен из этого проклятого места. Все, братчика, давай. Хабарласамыз.
О, шешені біреу жүр ғой. Ей, бұл жолдас бала кім бұл? Қазбек? Тоқта. Мынақта не бар? Туалет па? Міне шешені бұл туалеттің есіктің бәрін тышып тастаған мына туалеттің бәріне. Ебаный в рот Қазбек. Қақа жүрем? Тіке ма? Яха ма? Поросенок. Өлі, шеше, мынау кім? А это еще кто? Мен кіммін ғой анау? Серковен баласы. Я понимаю, Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя длань Божья, сын. Bu Sakarabas kımı? Бля, короче. Анам басын кетіп саған, мына яқтың бәрін шекше бағанақ. Байт, бұл не болды бұл? Ағай, бәлі, кім бар? О, шеше. Аш, телефон алсын. Родной? О, родной. Родной, айттым саған, ішпе деп түнімен. Не отырсың енді мынау? Не қайсың, блядь? А? Мынау не бар мияқта? Оля, шеше! Қазбек мияқта отыр ғой? Темекі шегіп отыр ма? Не көріп отыр бұлар, Каминге қарап отыр ма, біле? О, Қазбек. Ой. Гондон. Ой. Родной отыр білмеймін мияқта. Істемеймін мұған, Шеше қарама маған, шеше. Не істеймін, мына Қазбекпен сөйлесуім керек па? Бергел бер, шеше. Шорт бәле, қалай? Мына біреудің түріне не болған, шеше? Бұл... бұл айттым, біле. Қойындар, ол шеше, нені закладка бе деген бәлең қойындар. Қойып тастаңдар ол нәрсені, дұрыс емес ол. Не деді, мадан келеді, мяу, сода ол, битон мынау, ешек. Түрлерің осындай өп кетеді, мынау. Мынау мен оятқан жолас бала емес па? Не көріп атсыңдар? Ашы білді. Кеп қалмасын шеше ешек біле. Жақсы жігіттер, ассалаумағалейкум, құрметті достар. Жақсы отыра бердіңдер, тамақ шай-пай келеді, өздерің өзің бір бәле қыласыңдар, ғой мақұл ма? Сен, родной, сен көп ішіп. Пожалуйста, доктор Лёд! Вырви их, ты должен мне помочь! Бля, өзіңе көмектес, нахуй, еблан, блядь. Что за хуйня, блядь? Жәнлі отырың ғой, опять деме. Пиздюк, бля, жатсың, отсың арсай. Шешен. Бля, мен туалетке барып көлуім керек жиі. Жақсыз. Кес чапыш. Не бұл шеше?
Эй, мына жақта біреу жүр. Қазбек. О. Фу. Пока что осы. Жетеді деп ойлаймын, негізі нормальный болып қалдым өзім бар ғой. Негізі бұндай нәрседен қорықпаймын мен, просто әшейін ойнатып жатырмын да. Қазбектен таныстық, үйттік, шеше. Біреу секірді ма үстіме, білмеймін. Не знаю, короче. Пока что на этом все. В следующей части вы увидите уже продолжение этого Outlast'а какого-то. Ну, вообще не страшно, если честно. Қорыққан да жоқпын. Там кішкене туалетке баруым керек просто. Вот. Так, все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно комментарий қалдырыңдар. Оставьте комментарии. Всем пока, всем удачи. И Қазбектерден абайлаңдар.